Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз қазақтың ұлттық тағамы бешбармақ дайындаймыз. Бешбармақ жасауды әрбір қыз келіншектер біледі. Әркімдікі өзінше ерекше дәмді болып шығады. Мен өзімнің жасағанымды қалай дайындайтынымды сіздермен бөліскім келді. Менде бүгін қазы және жылқының ортан жілігі, жас малдікі. Қазыны алдымен суға салмай тұрып, осылай зубочисткамен әр жерінен тесіп аламыз, жарылмай пісу үшін. Етіміз, қазымыз жақсылап жуылып алынған. Каналымды қолдап, арнама тіркеліп, лайк басып қойсаңыздар қуанышты боламын. Осылай суық суға саламыз, бір аршылға пияз саламын. Сорпасы дәмді болады. Қайнағанын күтеміз. Осылай бетіне көбік шығып бастағанда көбігі тарап кетпей алуымыз керек, және қазы осылай ісінеді. Етіміз, қазымыз сол кезде тағы да зубочисткамен тесеміз, артық ауасы және тағы да қайнағанда жарылып кетпес үшін. Осылай жақсылап тесіп аламыз әр жерінен. Содан кейін жақсылап көбігін алып шығамыз. Тазартып көбігін алып аламыз. Содан кейін астын азайтып, осылай ақырын отта қайнатамыз. 1,5 сағаттай қайнағаннан кейін қамырын илейміз. Мен сорпаға илеп жатырмын. 1 кесе сорпа алып, 1 жұмыртқа қосып, қатты қылып қамыр илейміз. Сонда қамыры өте дәмді болып шығады. Сорпаға иленген қамыр дәмді болады. Жақсылап илеп, тындырып қойып қоямыз. Пісуге 40 минут, жарты сағат қалғанда картоп, сәбіз саламыз. Нанымызды, қамырды осылай екіге бөліп, тағы кішкене қоямыз да, содан кейін жаюға кірісеміз. Мен бірінші күлшені осылай қолмен жұқартып, жұмсартып қойып, екеуін де солай жасап алам. Содан кейін жаямын. Екіншісін осылай жұқартып алып, содан кейін біріншісін алып жая бастаймын. Әдемілеп жұқа қылып жаямыз. Басында ұнды жақсылап сеуіп жаямыз. Артынан қамыр жұқарған сайын ұнды азайтып жайып алам. Осылай өте жұқа емес, өте қалың емес. Дастарханның суреті көрінгенде осындай қалыңдық жетеді. Содан кейін мен осындай арнайы жайма салғышқа салып қоямын. Етті түсіріп алып салғанша 10-15 минуттай кішкене кеуіп тұрады. Екінші қамырды осылай жайып салып қоямын. Тұздық жасаймыз. Пиязды жіңішкелеп турап аламыз. Пиязды осылай турап алып, пиязға қара бұрыш қостым. Содан кейін сорпаның майлы бетінен алып, сорпа құйып қайнатамыз. Мен пиязды жұмсарғанша, осылай піскенше қайнатамын. Содан кейін піскен картоп, сәбіздерді сүзіп аламыз. Тұздықты әркім әртүрлі жасайды. Кейбіреулер ұнатпас, қалай ұнайды. Пиязды құр ыстық сорпа құя салса болады пияздың үстіне. Содан кейін қара сорпадан нан салмай тұрып, еттен кейін ішкенге сорпа алып қаламын бір ыдысқа. Етімізді сүзіп алғаннан кейін сорпаға
қайнаған су қосып еселейміз. Менде осында үлкен жілік, екі жағын аударып отырып пісірдім. Себебі ең беті сорпаға батпады. Етімізді түсіріп аламыз. Содан кейін қамырымызды саламыз қайнап тұрған сорпаға. Мен осылай қамырды екіге бөліп, содан кейін тағы екіге бөлем, 6-ға бөлемін. Үлкен-үлкен жайма қылып саламын. Осылай сорпаға барлығын салып аламыз. Қамыр өте тез піседі және езілмей піседі. Қатты иленгеннен кейін жұмыртқасы бар, сорпаға айленді. Сол үшін өте әдемі болып піседі. Осылай бетіне бір шығып қайнағанда дайын болады. Қамырын түсірмей тұрып, өстіп тұздықтың майлы бетінен табақтың астына саламын. Қамырымыз жабыспай жақсы түсу үшін. Осылай әдемілеп түсіріп аламыз. Содан кейін тұздық қосамыз. Тұздық көп болған ұнайды бізге. Осылай тұздықтан салып, туралған етімізді саламыз. Осындай қысқа сақталған тұздықтармен жесеңіздер өте дәмді болады. Қазымызды саламыз. Мен ақырын отта 3 сағаттай қайнаттым. Негізі 2,5-3 сағатта піседі, жасым алдыкі. Картобымызды саламыз. Өте дәмді, әдемі болып шықты. Бетіне тағы да тұздықтан саламын. Астарыңыз дәмді болсын. Негізі сиырдың, қойдың етінен де өте дәмді болып шығады. Жылқының етіне қарта, жал-жая қоссаңыздар да өте дәмді болады. Арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға көп рахмет. Келесі видеода кездескенше.